Мен Запия Галиевна, орталықтандырған Қарқаралының кітапханасының тұрақты оқырманымын. Бүгінгі күні осы оқырмандарға Оралхан Бөкейханның «Атау кере» романын оқуды ұсынамын. Оралхан Бөкейханның «Атау кере» романы қазақ әдебиетінде ерекше орын алатын туынды. Бұл шығармада жазушы өмір мен өлім, адам тағдыры, жас ұрпақ жалғастығы, адамгершілік пен ар-ождан мәселелерін қозғайды. Атау кере қазақтың ежелгі салт-дәстүрінің бірі. Ол өмірден өткен адамның артынан қалған ең соңғы қимасы, дүниемен қоштасардағы рәсімі. Жазушы осы дәстүрді негізге ала отырып, өмірдің мәні мен адамзат баласының фәни дүниедегі орны жайлы терең философиялық ой түйіндейді. Осы кітапты оқуға ұсынамын.